Қазақтың ардағұлы классик жазушы Бейімбет Майлин мен Жүсіпбек Аймауытовтай шебер жазушыны бұрын соңды көрген емеспін деп жазған екен. Армысыздар, ардақты көрермен, әдебиет әлемі бағдарламасының бүгінгі саны жазушы Жүсіпбек Аймауытовтың осы күнге дейін елеусіз болып келген елеусіз ерлер шығармасына арналады. Сіздермен бірге мен Нұрбек Түсіпхан. Жүсіпбек Аймауытов қазақтың көрнекті жазушысы, драматург, публицист, қазақ әдебиетін қалыптастырушылардың бірі. Оның елеусіз ерлер атты әңгімесі оқырманға мүлдем беймәлім болып келген. Әңгімені тауып арабшадан қазіргі әріпке түсірген әдебиетші ғалым Нұржан Қуантайұлы. Бұл шығарма 20 ғасырдың 20 жылдары Ташкентте шығып тұрған Ақжол газетінің қосымшасы Сәуле әдеби журналында 1924 жылы жарық көрген. Шығарма 20 ғасырдың басындағы қазақ қоғамындағы күрделі қоғамдық саяси ахуалды суреттейді. Өз ұлты үшін көзсіз ерлікке барған, есімдері елеусіз қалған ерлер осы әңгіменің кейіпкерлері. Сонымен құрметті көрермен, бағдарламамыз басталды. Алдымен студиямызға келген қонақтарымызбен таныс болыңыздар. Әдебиет сыншысы Ардақ Нұрғазылы және жас әнші Райым Уайс. Ал ортамызды толтырып отырған Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің тәржіман әдеби аударма клубының мүшелері, студенттер, бағдарламамызға қош келдіңіздер. Райым, өзіңді бұлай кітапты жиі оқитындардың қатарына жатқыза аласың ба? Жатқызуға болады негізінде, себебі мен жалпы діни сауатта жатын кітаптарды басым көпшілік оқимын. Діни кітаптарды оқисың. Соңғы оқыған бір кітаптарыңды есіңе түсіре аласың ба? Енді біздердің көзіміздің нұры, адамзаттың асылы, пайғамбарлардың сұлтаны, өзіміздің сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарымыздың өмір баяны, жалпы қалай өмір сүргені жайлы сол кітап бар, сол кітапты оқып бастап жатырмын. Өте жақсы. Енді бұлай әдеби шығарманы оқыған кезіңіз бар ма? Бір ең соңғы оқыған көлемді шығарма есіңізге түсіріп көрсеңіз? Енді мектеп кезінде әдебиеттен біраз оқыдық қой. Әдебиет сабағынан, е? Әдебиет сабағынан оқыдық. Дегенмен де енді соңғы оқыған кітабым сол Ұлпан-ау. Ұлпан, е? Ғабит Мүсіреповтің. Жалпы кітапты қалай оқисыз? Тез оқисыз ба, жоқ әлде асықпай, бір-екі бетін оқып қойып, бір-екі күннен кейін тағы жалғастырасыз ба? Жалпы мақсат солай басталады ғой. Негізі оқу тәсіліңіз қалай? Оқыған кезде мен өз басым солай өзіме мақсат қойымда, бір 2-3 бетін оқимын, содан кейін ары қарай тағы оқимын деген сияқты. Себебі бөліп оқса адам ыңғайлырақ болады да, ұтымды деп ойлаймын өз басым. Райым Уайс Қызылорда қаласында туған, есімі енді таныла бастаған эстрада әншісі. 2011 жылы Шабыт және 2008 жылы Шәмші әндері фестивалінің жеңімпазы. Бүгінде орындауында 20-ға жуық ән бар. Ерке нәзігім, ұмыттым оны, бір сен үшін, сезім көктем атты әндері тыңдарман жүрегінен жол тапты. Соңғы уақыттарда танымал әнші Мейрамбек Беспаевпен дуэт айтып жүр. Қолы бос уақытта кітап оқығанды жақсы көреді. Кітап бетіңізге жабылып қалады. Ондай сәттер болатын шығар. Бетімде емес, өйткені әріптестеріңіз осындай нәрсені көп айтады. Оқып жатып, көзім талықсып кетіп, ұйықтап қаппын, кітап сол бойы бетіме жабылып қапты деп. Иә. Ондай болады ғой? Болады. Ал мына соңғы елеусіз ерлерді Жүсіпбек Аймауытұлының қалай оқыдыңыз? Енді бұл аса қатты үлкен кітап емес, кішкентай ғана шығарма. Оны енді бірдеңеден оқып шықтым деп айта аламын. Жалпы мазмұнын айтып бере аласыз ба? Жүсіпбек Аймауытовтың жарияланбаған 10 жалпы шығармасының бірі екен. Елеусіз ерлер деп ат айтып тұрғандай, атақтары елге шығарылмаған сол ерлер туралы, жалпы екі азамат туралы баяндалады. Қалай ойлайсың, неге жарияланбады осы шығарма дер кезінде? Өйткені Жүсіпбек Аймауытов ақталғаннан кейін де көп көлемде оқылған, мысалы өзіңіз білетін қарт қожалары бар, мысалы Күнікейдің жазығы бар, Ақбілегі бар, мысалы барлығы оқылған шығармалар, кең танымал шығармалар. Ал осы бір әңгімелері, қысқа әңгімелері неге жарияланбады, неге бір көлеңкеде қалып келді деп ойлайсыз? Ол жағын енді мен толық білмеймін. Азамат ретінде өзіңіз шығарманы оқығанда бір қандай ой қалыптасты дегенім ғой. Жалпы енді бұл жерде ер азаматтарымыздың, жалпы қазақтың ер азаматтары туралы баяндалады ғой енді. Жалпы бұл жерде қазағымыз, ұлтымыз деген әңгіме кеткен кезде, жалпы енді ол кезеңдерде қиын болды. Енді Ардақ аға, осы шығарманың жарыққа шықпауы, осынша уақыт жарияланбауы
кезінде Жүсіпбек Аймауытовтың өзі ақталғаннан кейін де осы шығарманың оқырманның көзіне таса болып келуі не себептен деп ойлайсыз? Біздің әдебиет тануымыз, бүгінге дейінгі әдебиет тануымыз, әдебиет түсінуіміз, проза деген не, поэзия деген не, жалпы әдебиет туралы түсінуіміздің бәрі социалистік реализмнің теориясы, саясатпен бірлескен теориясы негізінде келді да. Ал оған сай емес дүниелердің бәрі біз үрке қарадық. Ал оған сай келмеген дүние көп жағдайда бір сырылып, былайша айтқанда четкеріп. Міне осындай дүние болғандықтан Жүсіпбек Аймауытовтың бар, басқа Мағжанның шығармалары бар, кейбір шығармалар, мысалы, қазірге дейін айланымға түспейді. Жалпы әдебиет жөнінде біз оларды көп айта бермейміз. Сондай себеп болғандықтан деп ойлаймын. Сол сөзіңізді ары қарай жалғастырсақ, бұл елеусіз ерлерде қабылданбайтын не бар енді соншалықты? Сол кезінде, кеңес кезіндегі біздің ағаларымызға, әкелерімізге санасына сіңбейтіндей қандай бір қасиеті, ерекшелігі бар? Бұл жерде шындық бар да. Шындық біз кеңес қоғамдағы әдебиетті кім жасады? Оны кеңес қоғамы жасады. Коммунистік партия жасады да. Коммунистік партияның ең басты қорқатыны шындық болған. Ал енді Жүсіпбек Аймауытовтың ескерусіз ерлерде сол кездің дәуірінің шындығы бар да. Ал кейінгі жазушыларда сен мындай былайша айтқан кезде мынау саясатқа соғып тұрған шығарма. Одан Жүсіпбектен кейін мындай шығарма жаза алған жоқ қазақ жазушылар. Көп жазушылар қайтты саясаттың ішінде, шеңбердің ішінде тұрып, идеологияны табиғи түрде сезіп тұрып, ондай шындыққа барған жоқ. Ардақ Нұрғазыұлы, ақын, прозаик һәм сыншы. 1991 жылдан бастап шығармалары жарық көріп келеді. 2006-2008 жылдары шетел әдебиеті газетінің бас редакторы болған. Қазір Алматы ақшамы газетінде тілші. 2009-2012 жылдар аралығында оның жалған бостандық кітабы, қазақ-қытай тілінде арақ құс өлеңдер жинағы, қазақтың модернистік поэзиясы сын еңбегі мен сызықтар мен нүктелер атты әңгімелер жинағы жарық көрді. Өлеңдері ағылшын және қытай тілдеріне аударылып басылған. 80 жылдар жазылды ғой енді, роман бар ғой, Балғабек Қыдырбектің Алатауы бар ғой. Жоқ, олардың бәрі ашық жазылған жоқ. Ал 50 жылдардың соңынан кейін Сталин өмірден кеткенін қайтты, жылымық дәуір келді. Содан кейін ақырын келді. Сондықтан бұл шетке қалады. Өте жақсы. Райым, енді сіз бұлай осы шығарманы оқып отырғанда бір өзіңізге әсер еткен тұстары болды ма? Жаңа ағамыздың айтып отырғандай заман шындығы, қоғам шындығы, бір саяси астар байқай алдыңыз ба? Енді менің байқағаным, менің түсінгенім жалпы Ораз бен Әбіштің жалпы ерліктерін түсіндім. Ол кісілер жалпы 4-5 адам өзі қол жинайды ғой, жаңа зиялы қауым. Иә. Ауылдың зиялы 2 азаматы келіп, мектеп тұсында халыққа жиын өткізіп, сол кезде әңгіме қылған кезде, иә, әскерге жазылыңыздар деп не алған кезде қол көтеріп ең бірінші Әбіш шығады. Әбіш шыққаннан кейін Әбіш халыққа үндей шыққаннан кейін барып өлсек иттің сасы ит сияқты сасы өлгенше ер азамат сияқты қолымыздан найза алып, мылтық алып, ер азамат сияқты абыроймен өлейік, елімізді қорғап өлейік, жұртымызды, мына жалпы әпке жеңгелерімізді, ата-аналарымызды қорғап, сөйтіп қан төгіп өлейік деген мақсатпен үндеу жолдайды. Ол үндеуге халық арасында Ораз шығады. Ораздан кейін тағы бір 2-3 азамат шығады, олардың аттар жазылмаған, жалпы 4-5 қол болып жиылады деп не алады. Жалпы енді Ораз бен Әбіштің бұл жерде ерлігін суреттейді, менің түсінгенімше. Бір есіңізге түсіріп көріңізші, жаңағы Ораздың болмаса Әбіштің бір нақты қандай ерлік жасады? Жалпы енді Ораздың бұл жерде ерлігі, Әбіштің де енді жалпы 2 азаматтың ерлігі туралы ғой. Менің түсінгенім сол. Енді шығарма әскерге алудан басталады. Бұл елеусіз ерлердің жазылған уақыты мен жаңағы әскерге алу шығармадағы оқиғаны салыстыратын болсақ, сәйкес келіп тұр. Яғни жаңағы ақтардың қатарында, жаңағы болмаса коммунистердің қатарында, большевиктердің қатарында әскерге алу науқаны болды. Бұл жерде Жүсіпбек Аймауытовтың алашордалық бір жаңағы әрекеттерінің көрініс бергені байқалады. Әскерге алғанда алашордашылар айтты, әскерге барыңдар деді. Ал большевиктер айтты, біз бармаймыз деді, әскерге бала бермейміз деді. Алашордалықтар айтты, әскерге барыңдар, соғысыңдар. Соғысқанда жаңағы алдына окоп қазуға жібереді деді ғой.
сол қолдарыңа күрек алып болса да, мылтық алып болса да әйтеуір соғысуды үйренесіңдер қазақ халқы деп. Осы бір саяси астар Алашорда партиясының, Алашорда үкіметінің, Алаш партиясының осындай бір саяси астар осы шығармада көрінген деп ойлайсыз ба? Сол себептен де жаңағы бір қысым көруі, осы бір себептен жаңағы ескерусіз қалуы мүмкін деп жорамалдауға бола ма? Мысалы, бұл жерде көп нәрсе бар. Халықтың марғаулығында өзін өзі қорғамайтындығы да жақсы көрініс тапқан. Мысалы, әскерге бармаймыз деп шығады да. Ал ана келген екеу оны барыңдар дейді. Бұл жерде байқадың, халық әскери болуға дайын емес. Неге кезінде бүкіл Азия мен Еуропаны аттың үстінде жаулаған халықтың ұрпағы неге чепке тұрып әскер болуға дайын емес? Біздің былайша айтқанда қоғамымыздың жүнжіп бір деңгейге жеткенінің, біздің басымыздың қосылып бір деңгейінен кетіп қалғанымыздың бір көрінісі де шығып тұр. Дәрменсіз күйге түскен. Халықтың рухани деңгейінің қоғам болуға, үйісіп қоғам болуға деңгейінің жетпей тұрғандығын жақсы көрсеткен да. Ал зиялы қауым өкілдері одан шығу үшін сен қалай да біреу болса да әскерге баруың керек деген нәрсені көтереді да. Сол тұрғыдан айтқанда бұл былайша айтқанда тарихтың қазақ қоғамының тура сол 16, 17, 18 жылдардағы қазақ қоғамының өте былайша айтқанда қан тамып тұрған шындығын көрсеткен. Тіпті қоғамның шындығын көрсеткен. Қазақтың рухани көңіл-күйінің қандай екендігін, қоғам болуға, мемлекет болуға дайын ба, дайын емес па, ұлт тұрғысынан дегенге де көрсеткен да. Сондықтан бұл мәселені кеңейтіп түсіндіре беруге болады да. Енді ортамызда бізбен бірге студент жастар да бар. Бұл кісілер де осы шығарманы оқыған екен, мен пікір айтсам деп қарап отырған жанрларынан біліп отырмыз. Ендеше сіз бір пікіріңізді білдірсеңіздер, кезек-кезек. Елеусіз ерлер шығармасы қазаққа өте қиын қыстау кезеңде және қызылдар мен ақтар болып шайқасып, қазақтар үшін аумалы-төкпелі кезең болған уақытты суреттейтін күрделі шығарма. Көлемді болмаса да бірдемен оқылып қояды. Жаңа бір қысқа уақытты ғана суреттейтін шығарма болғанмен, оқып бітіргеннен кейін көп нәрсеге ой салады. Оқып бітіргеннен кейін осылай отыр бірнеше уақыт жаңағыны қорытып, ойлап, сол уақыттағы қазақтардың жағдайын көп нәрсені ойланасың. Бұл оқытқан кезде мен бірінші Жүсіпбек Аймауыттың Ақбілек шығармасына сәл ұқсаттым да, атмосферасы сондай сезілді. Бірақ та қысқа болып бітіп қалды. Қысқа болса да екі Әбіш пен Ораздың ерлігі жайында, ерлігін баяндап көрсеткен. Және мысалға мынадай түсінік бар да, сол кезде қазақтар орыстардың үстемдігі болып тұрды да, қазақтардың ішінде бай ауқатты адамдар орыстарға жақ болып кетті де, кедей шаруалар ештеңе бітіре алмады деген сияқты. Бірақ та менің ойымша Жүсіпбек Аймауытов сол кезде әңгімеде көрсеткісі келген нәрсе, ол кезде намысы бар ер адамдар болды. Өздерінің әпке қарындастарына жаны ашитын, халқына жаны ашитын, елім, жерім деп тұратын ер адамдар болғандығын көрсеткісі келді. Және олар елеусіз қалмасын. Бұл кішкентай ғана бір ауылда болған оқиға арқылы басқа да жерлерде осындай жағдайлар болып жатыр, және елеусіз қалмасын деген әңгіме деп ойлаймын. Жүсіпбек Аймауытовтың елеусіз ерлер шығармасы шағын ғана болып келсе де, жазушы бұл шығарма ішіне сол кездегі, яғни 1918-20 жылдар арасындағы азамат соғыс кезіндегі қазақ халқының қай жағдайын, жай күйін суреттей білген. Және бұл шығармадан негізгі астар сол кездегі саяси проблеманы жеткізу болатын. Негізгі мақсаты сондай заманда елімді езгіден, зорлық-зомбылықтан қорғасам деген ерлердің және қарапайым халық ішінен шыққан елеусіз қалған ерлердің ерліктерін ұлықтау болатын. Өйткені аттары тарихта қалмай, бізге таңсық болып қалды. Жақсы, рахмет пікірлеріңізге. Жүсіпбек Аймауыттың жаңағы елеусіз ерлері Ақбілекке ұқсайды дегендей пікір айтылды. Осы сол бұрынғы сол көлемді шығармалар мен осы елеусіз ерлердің арасында бір байланыс бар ма? Байланыстыруға бір идеялық, мазмұндық тұрғыда сабақтастық табуға бола ма? Жалпы бұл шағын әңгіме сол үлкен романдарынан қиып ала салған сияқты. Былайша айтқанда оның жазылу ерекшелігі, кейіпкер жасау сияқты жағынан, бар жағынан көрініс табады да. Жүсіпбек Аймауытов жақсы реалист жазушы болған, мықты былайша айтқанда. Сондықтан ол қайткен, ол өмірінің өзінің айналасында өзі көрген, білген, өзі араласқан орта жөнінде жазған ғой. Ол
Ақбілекті жазсын, Қартқожаны жазсын мысалы. Қалай болмасын, өзінің көрген, білгеніне, ең кемінде былайша айтқан кезде өзінің рухани дүниесінен бір жүріп өткен дүниелерді жазғанда, бастысы шындықты бірінші орынға қойған. Енді біздің бағдарламамыздың тағы бір бөлімі бар, бұл әдеби сауал деп аталады. Келіп отырған өнер адамын, осы бүгінгі шығармамызды оқып, мазмұнын айтып беріп отырған өнер адамын аздап сынаймыз. Шығарманы қаншалықты есіңізде сақтағаныңызды бақылап көрейік. Дайын болсаңыз бастайық. Әңгімедегі ауылдың, мекеннің аты қалай? Немесе былай айтқанда Әбіштің апасы тұратын ауыл ғой енді. Әбіштің апасы тұратын қаладан Келтебұлақ деп аталады. Қаланың ішіндегі ауыл, апасы тұратын ауыл, ол Иманақ деп аталады ғой. Иманақ ауылы, әйгілі Иманақ тауының етегі болса керек шамасы. Сосын бандыны қырғанын айтып, баяндама жасайтын жігіттің аты кім? Соңында ғой ол. Неге айтатын? Құрман деген жігіт. Құрман деген жігіт, өте жақсы. Енді қарап отырмыз, оқыған екен шығарманы, енді аз ғана көлемі шағын ғана шығарма, бірақ соны толық түсініп, жете оқыған екенсіз. Қол шапалақтап, қошемет көрсетейік. Біздің сынақтан сүрінбей өттіңіз. Енді Ардақ аға, жалпы Жүсіпбек Аймауытов шығармашылығының көркемдік ерекшелік туралы аз кем пікір айтсақ. Осы шағын әңгімесімен одан бұрынғы, одан кейінгі көлемді туындылардың арасындағы бір көркемдік байланыс қалай айтуға болады? Енді Жүсіпбек Аймауытов былайша айтқанда әдебиеттің барлық саласымен айланысқанда, поэзиямен де, мысалы, спектакльдері де бар, аудармамен бәрімен айланысқан. Сондықтан да жақсы, былайша айтқанда, нағыз әдебиеттің сарабдал тұлғасы екені шығармашылығынан көрініп тұрады да. Жаңа айттым ғой, әңгімесінде былайша айтқанда артық кем нәрсе жоқ. Бір жаттап алып, бір теория, әңгіме деген не, роман деген не, повесть деген не, көлемі мынандай болу керек деп алып, ода ең алдымен суреттеу болу керек, табиғат суреті болу керек, одан кейін барып адам отырып, одан кейін диалог құру керек деген сияқты нәрселер бұнда жоқ та. Мысалы, Әбіштің образын жасау, Ораздың образын жасау, жазушының ішкі қажет еткен түйсігінен шығып отырған. Оған жетпей қалған емес, артық кеткен емес. Ал енді бір соңғы сұрақ, дәл осы елеусіз ерлер әдебиеттанушы ғалым Нұржан Қуантайдың зерделеуімен бізге белгілі болды. Осы күнге дейін белгісіз болып келген. Оның алдында үлкен академиктер бар, профессорлар бар, дәл осы Жүсіпбек танушылар. Жалпы сол осы дәстүр, Жүсіпбек тану дәстүрі қазір қаншалықты деңгейде деп ойлайсыз? Көңіліңізден шыға ма? Біз тәуелсіздік алғаннан кейін Жүсіпбек шығармаларын жинауды бастадық та. Былайша айтқанда 96-99 жылдары 90 жылында 6 томдық шығармалар, Жүсіпбек Аймауытовтың 6 томдық шығармалар жинады. Мысалы, қазірге дейін Нұржан Қуантайдың әңгімені тапқанның өзі бір нәрсені көрсетіп тұр ғой. Жүсіпбекті әлі толық жинап болғанымыз жоқ. 37 жылдан бұрын атылған біздің ақын жазушыларымыздың өнер иесіндегі әдебиетке қатысты шығармашылық иелерінің бәрінен біз күте беруіміз керек. Біз бүгін мына бір әңгіме деп отырмыз. Біз енді 50 жылдан кейін тағы да табуымыз әбден мүмкін да бұндай нәрсені. Өйткені жалпы 30 жылдардағы қуғындалған ақын жазушылардың тек қана қазақ емес, орыс қоғамында да, кеңес қоғамында да бұндай нәрсе ерекше көп. Рахмет бағдарламамызға келгендеріңізге. Енді шамамыз келгенше талқыладық, талдадық. Елеусіз ерлердің мазмұнына да, қыр-сырына да, тағдырына да аз кем үңілдік деп есептейміз. Құрметті көрермен, бүгінгі бағдарлама осымен аяқталды. Жаңа Ардақ Нұрғазы ағамыздың өзі айтқандай, расымен де сол 37 жылға дейін атылып, қуғындалып, сүргінге түскен ақын жазушылардың шығармашылығы әлі талай тың зерттеулерге, тың ізденістерге жол ашады. Сол жол ашылатын күн алыс болмағай деп тілейік. Бағдарламамыз бүгінгі аяқталды. Келесі кездескенше аман, сау болайық.